Так, достар, кеше біз мына сарымсақты қазып алдық, соны көрсетейін дегенмін сіздерге. Міне мен қазір міне осылай жасап нетіп жатырмын, міне осындай байлап өріп. Көрсетші мына жерде қаншасын өріп қойдым. Бір жақсысын осылай өріп қойғаннан кейін міне осылай іле саласыздар. Міне көрдіңіз ба, былай жақсы, бір жақсысы міне әр сарымсақ бір-бірінен бөлек тұр, бір-біріне тимейді. Осылай кепкені жақсы. Оны көрсетейін дегенмін, қалай етесіз. Осылай екі сарымсақты аламыз, міне осылай. Міне былай қоямыз. Сонда бүйтіп майыстырамыз да, мына жағына былай әкеп, міне қолмен осылай қысып аламыз. Сонда осылай болады. Енді келесін аламыз да былай міне. Мына жақ шетке қоямыз. Міне былай. Көрдіңіз ба? Міне осылай өріп кете бересіздер оның ары қаратай. Міне. Осылай өре береміз. Бір-біріне тимесе болды ана сарымсақтар. Кеше қазып алдық. Енді бұны кептіру керек. Ең немес сол ғой. Дұрыстап кеппесе сақтауға келмейді оның кейін. Көгеріп кетеді, шіріп кетеді. Енді мында екі түр не бар. Мына сарымсақ, мынау бұрынғы өзімізді көрдіңіз бе? Түсі қандай міне. Кішкене мынандай көкшіл, көгілдір. А мынау ақ. Міне бір жолдас шығып берген міне. Одар енді кішкене мойында болып шықты да міне. Міне қараңыз. Арасында да кетіп қалыпты. Міне осылай болып байланды міне. Мына мен кеше байлап қойдым. Осылай кептіреміз. Енді мына екеуін салыстырып көріңізші. Міне мынау ақ, мынау. Негізі өзім ойлайтын осы сұрып. Негізі жардан алып келген кезінде. Бұл енді ғана пысып жатыр, анау ерте пысып кетті анау. Содан кейін шашылып жатыр кішкене. Міне осылай жасаймыз. Болды, міне енді ұзарта бересіз. Содан кейін осындай ұзын қылып әкелгенде міне былай қылып жинайсыз да, мына артын бүйтіп майыстырып, байлап, содан келіп қоясыз. Мұның бір жақсы міне кептіруге осындай қалай. Былай кептіргенге де болады. Міне қазір мен көрсетейін, ондай связкада жатыр ғой. Кейбіреулер өсіп осылай етіп кептіре салады. Оған көріңіз бе, арадарына жел кірмейді. Мынаның бір жақсы жел қағады. Осылай міне кебеді міне. Осылай жақсы тұрады міне. Осылай достар, сұйымнан былай байлаймыз да, артқа жіппенен. Осылай болып қалады, ұзын болады енді. Содан кейін осылай міне мынандай болғаннан кейін әлі біліп қоямыз. Бір көлеңке, кішкене жел қағатын жерге қатыстық келмейді, бұл совсем кеуіп қалады онда. Осылай достар, білгенмен бөлісейік деп жүргенім. Аман болыңыздар, лайк қойып отырыңыздар, пікірлеріңізді жазыңыздар.